Өте жақсы. Жақсы болса, сабаққа дайын болсақ, қазір біз бірінші топқа бөлініп аламыз. 1, 2, 3, 4-ке бөлініп санаймыз. Тез-тез. Тез-тез кім? Санжар баса. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dönürü. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Birinci top. Bunlar şey toplarımız. İkinci top. Üçüncü top, dördüncü top. Tez. Taşlarını dördüncü ve taşlarını üç kesinge bölünüyor. Taşları üç kesinge bölünüyor. Hayalit, nezalit, Nezalit nihalet. Endi taşları ve kola davrının dalgasıratın altın köprü kay davrıydı? Mıstas nemese? Nemese? İnyalit. Hayalit 6. 12. yıllıklar arasında Kamp dedi. Dürüst bak. Hayalit 6. 12. muzurluklarda kamp dedi. Dürüst bak. Yok caz otunar. Katen caz otunar. Katen söylesiniz. Argarak. hayalit derdi misli adamlar anavlav, terpçiler, Dürüst. balık avlav, Ne istedi? Aynası. Hayalit plus 1 minus 1. Cevap birinci nemiz katen. İkinci top. Ne zayıf basayım? Bizim zamanımızdan bölümde 12-5 yıllıklar arasında kamçıydı. Hayır, otur. Ben nezaretin geçen bölüm aldım. Nihalet, tez. Nihalet gösteririz. Nihalet gezeni. Yeğerlik кезеңде ежелгі адамдар аң аулаумен жұмыс істеген. Dürüst bak. Minus 1. Oturamız. Kaz kardeşim cündüsüne Nihalet'te. Tez. Nihalet'te. Şaya. Tez. Dünya davri 2-3 мың жылғы аралығында. Aldığında niye kap gitti? Biz sabahımızı bұрынғы 2-3 Üçüncü. 2-3 mi? 3-2 mi? 3-2 Üçüncü, ikinci muzurluklarda kantiydi. 0-5 ütkenin katerimesi. Surette ne beynelengen edi? Surette nenin beynесін көріп тұрсыздар. Yani бүгінгі сабақтың тақырыбымыз Андрон және Беғазданбай мәліметтері. Тез жазып алғанда екінші сабақ. Өткенде бірінші сабағы, бүгін екінші сабақ. Yani бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары. Археологиялық деректерге сүйене отырып, Андронов және Беғазы Дәндібай мәдениеттерінің белгілерін анықтаймыз. Тарихи жәдігерге ескерті Андронов мәдениеті деген атау берген. Андронов тайпалары немен айналысқан? Олардың баспаналары қандай болған? Андронов тайпалары қоныстарының ерекшелігі неде? Беғазы Дәндібай мәдениетін кім ашты? Беғазы Дәндібай мәдениетіне жататын ескерткіштердің ерекшелігі неде? Әлгі Хақанұлы Мархұлан кім деген сұрақтарға жауап іздейді. Тарихи жәдігерге не себепті Андронов мәдениеті деген атау берген? Білесіздер балалар, түртіп алу әдісін пайдаланып жүрді. Өзіңізге қажет деген жерден өте тұрамыз, дәптерге түртіп отырамыз. Бірақ мұны әрқандай отырып, тез түсініп ма? Андронов мәдениеті оңтүстік сібірдегі Альчинск қаласының маңындағы Андронов селосының аумағынан табылған. Сондықтан бұл ескерткіштер табылған жердің атына байланысты Андронов мәдениеті деген атау алған. Археологтар қола дәуірінің бұл мәдениетін ең алғаш 1914 жылда тапқан. Андронов мәдениетінің аумағы негізінен бүкіл Қазақстанды қамтиды. Андронов тайпалары немен айналысқан? Андронов тайпаларының негізгі кәсібі әрине мал шаруашылығы болған. Олар 4 түлік малдың атын өсірген. Тамақтары да негізінен ет пен сүттен алынған. Ал өзен көл маңында тұратындар егіншілікпен айналысып, арпа, бидай, тары өсірген. Арасында өзеннен балық аулап жүрген. Андроновтардың баспаналары қандай болған? Баспаналары жартылай жертөле болған. Тұрғын жайдың төбесін бірнеше төлмен берген екі жақты немесе киіз үйдің шаты жатқан. Үй салуға көбіне бөрене пайдаланды. Ал бөрене болмаған жағдайда үйді тастан қалап салды. Қоныстарын өзен немесе көлдің жағасына салған. Баспанамен іргелес мал ұстайтын қоралар да болған. Қоныстар әдетте 10-20 тұрғын үйден тұрды. Андронов тайпаларының қоныстарының ерекшелігі неде? Қонысқа жақын жерде рулық зираттар орналасқан. Қайтыс болған адамды бір қырына сол аяғын бүгіп, ана тасаптай жатқандай жерлеген. Қайтыс болған адамды еңбек құралдары және қару-жарақтармен бірге жерлеген. Кейбір аймақтарда кремация, мәйітті өртеу ғұрпы тараған. Оған сұрақтардан табылған күйген сүйек қалдықтары дәлел болады. Беғазы Дәндібай мәдениетін кім ашты? Академик Әлкей Хақанұлы Мархұлан Орталық Қазақстан жерінен қола дәуірінің теңдесі жоқ
Мәдениет аты Бейғазы және Дәндібай қоныстарындағы алғашқы зерттелген обаларға байланысты қойылған. Бейғазы Дәндібай өңірінен 50-ден астам қорған табылған. Бейғазы Дәндібай тайпаларының өзіндік шаруашылық түрлері қалыптасқан. Тайпалар металды балқыту, егін егу, мал шаруашылығы, сауда ісімен айналысқан. Бейғазы Дәндібай мәдениеті ескерткіштердің ерекшелігіне ие. Бұл мәдениетте Атасу өзенінен Ертіске дейінгі байтақ даладан табылған ескерткіштер бар. Олардың қатарында Ақсу Айбұлы 2, Ортау 2, Байбала 2, Бесоға, Бұғылы Үш орнындағы сәулет тасы олар жатады. Бұл обалар әлеуметтік сатыда жоғары тұрған көсемдерге арнап салынған. Ақсу Айбұлы 2 қорымындағы ең үлкен обаның биіктігі 2 метрден асады, ал диаметрі 30 метр. Бейғазы Дәндібай обаларынан қол аяғын созып, шалқасынан жатқызып жіберген адамдардың сүйектері кездеседі. Бұл олардың жерлеу ғұрпының ерекше болғанын дәлелдейді. Қадыржаннан үй жануарларының сүйектері көп табылған. Бұл қола дәуірінде мал санының өсіп, шаруашылықтың дамығанын көрсетеді. Бейғазы обалардың ерекшелігі діни ғұрпы заттардың қойылғаны, құрбан шалуға арналған арнайы орындардың болуы. Қазба жұмыстары барысында тас кесенің табылуы тайпалардың егіншілікпен айналысқанын білдіреді. Енді қазір 4 тапсырма беремін. Яғни бұл біздің өткен сабағымыз болғаннан кейін біз бүгін тек қана неге тақырыпқа не жүргіземіз? Талдау жүргіземіз. Біз талдау жүргізбес бұрын бірінші септік сәтін өткізіп алайық. Біз көкжиектерді анықтау бойынша, иә? Орнымызда тұрамыз. Қай топтың несі біздің картаны жақсы біледі екен? Білеміз, солтүстік десек, бастаймыз, оңтүстік десек, шығыс, қай қол? Оңғол, қателесіп жатырмыз. Батыс, аралық ше, оңтүстік шығыс. Оңтүстік батыс. Дұрыс. Түсінікті қояды, көреміз, кім жеңіске жетеді екен. Оңтүстік. Бастағандар отырамыз. Бастағандар өздері отырыңдар, академиялық адалық сақтап. Отырамыз, сен бұзда отырамыз. Сен де басқарамыз, бұл жоқ артында. Келесі. Солтүстік. Солтүстік отырыңдар. Отыр, бірақ біз қалдым. Отыр қайда, сен де бірінші не болды ғой. Бұл академиялық кел. Кез келген біреуін айтыңдаршы. Шығыс, оңтүстік шығыс. Қателесті, оңтүстік шығыс қай жерде болу керек еді? Былай болу керек еді. Бұдан кейін есімізде сақтаймыз ба? Міне, яғни біз картаны осылай не істейміз? Анықтай аламыз. Ендеше қазір сіздерге тапсырма, 4 топқа 4 тапсырма. Қазақстанның солтүстік батысынан табылған артефактілер. Түсінікті ма? Яғни солтүстігінен осы қазір артефактілер бойынша факт айтасыңдар. Бұл Қазақстанның солтүстік батысын картадан кім көрсетіп береді ма? Міне тақтада карта тұр. Дұрыс, міне аралық. Яғни мына солтүстік, мынау батыс, мынау солтүстік батыс. Көрдіңдер ма? Біліп алдық па? Біліп алдық. Өте жақсы отырамыз, отырамыз. Екінші топқа оңтүстік шығыс. Қазақстанның орталығы Шайра. Кім? Яғни тобына отыр. Таныс емес, таныс тақырып болса не істеп оқыңдар. Осы контур кесім картаға түсіреміз. Яғни артефактілер нелер аналар? Не табылған? Қандай? Соның бәрін тақырып түсіресіздер, контур картаға түсіресіздер. Мынаны алып отыр. Солтүстік батыс болғаннан кейін мына. Айттық қой. Солтүстігіміз мынау, батысымыз мынау. Бұл көзде солтүстік батысына 3, 4, 5, 6 табылған. 3, 4, 5, 6. Сендерде қайсысы? Тапсырма? Оңтүстік шығыс. Міне оңтүстік шығыстан 31 ғана табылған. 31 қайсысы екен? Қара құдық. Міне соның қараңдар, қара құдықтан қандай нелер табылған. Жәдігер. Соның барлығын мынаған түсіріп, артына жаза бересіздер. Бірінші нені жазасыздар? Қайда орналасты? Қай ғасырларға жатады? Міне. Бірінші. Хронологиясы. Мына жерде 3 берсем, нересінде 6 түсіресіздер.
17 қандай егіз? Mezolит тобына 10 балл. Палеолит тобына 7 балл. Өйткені толық емес, қорғай алмай қалдыңыздар. Ал енді мезолит, неолит тобына
2 бал қоям. Еш нәрсе жазбадықтар басқа. Яғни неолит тобында көп көмек керек екен. Бүгін сабақ ұнады ма? Топпен жұмыс істеген жақсы ма екен? Үйге тапсырма.